Сәлем достар, менің атым Шыңғыс. Мен ресми қазақ хип-хоп батылдың 9-шы сезонының әділ қазылар алқасының мүшесімін. Ресми қазақ хип-хоп батыл мен үшін, Сармахан үшін өте маңызы зор, өте ыстық. Себебі біз ресми қазақ хип-хоп батылдың 1-ші сезонынан бастап осы күнге дейінгі дәрежесіне жеткізу үшін көптеп еңбек еттік, тер төктік. Бұл біздің баламыз іспеттес, сондықтан да біз бұл батылдың дәрежесіне, мәртебесіне қатты алаңдаймыз. Сондықтан да батылдың барынша әділ өтуіне біз әділ өтуін қамтамасыз етеміз барынша. Сондықтан да еш алаңдамай батылға қатысыңдар, тіркеліңдер, жыртыңдар бәрін. Естеріңде болса, ресми қазақ хип-хоп батылдың осының алдындағы 8 сезоны менің бауыржанның, яғни нақтырақ айтқанда Аш Қазақ Про хип-хоп лейблінің қолдауымен өтетін. Енді өздерің білесіңдер, Аш Қазақ Про хип-хоп лейблін біз жауып тастадық, қазір ол лейбл жоқ. Сонымен қатар Аш Қазақ Про эпилог атты деректі фильмде біз бауыржан екеуміз осы ресми қазақ хип-хоп батылдың болашақ тұманда, яғни біз бұл батылды өткізуге бізде зауқымыз жоқ, тілегіміз де жоқ, уақытымыз да жоқ деп айтқан болатынбыз. Бірақ бір сәт түсіп, Ержан атты ініміз, бауырымыз бізге шығып, осы батылды ұйымдастыру жөнінде өз ұсынысын бізге айтты. Яғни осы батылдың жүгірісі бар, майда шүйде жұмысы бар, 30-ға тігілген 200 мың теңгесі бар, соның бәрін Ержан өзі қамтамасыз етемін деп. Осындай ұсыныс жасаған жігітке қарсы болмадық. Яғни осы батылдың бүкіл құқықтарын, батылды өткізу рұқсатын бердік. Жалпы батылға қатысты барлық сұрақтарға Ержан бауырымыз, Ержан Сұлтанбеков атты бауырымыз жауап береді. Біз өз тарапымыздан, яғни бұл батылда жалпақ тілмен айтқанда беделімізбен бөлісіп жатырмыз. Бұл дегеніміз, яғни егер де дәстүрлі түрде ресми қазақ хип-хоп батылдың әділ қазысы ұйымдастырушы мен Сармахан едік қой. Ал егер де 9-шы сезонда біздің қатысымыз болмаса, онда халықтың бұл батылға сенімі болмас еді. Сондықтан да біз халықтың сенімін арттыру үшін бұл батылдың батыл болады деген хабарды халыққа жеткізу үшін осы батылдың несіне араласып отырмыз, тірліктеріне. Батыл жеңімпазын мен өз басым былай елестетемін. Сөздің құнын білетін, жауапкершілігі бар. Әндерінде жалпыға бірдей қазақ тілін қолданатын, ешқандай диалектизм қоспайтын, терең ойлана алатын, сонымен қатар білімді. Ең бастысы адамгершілігі бар, жақсылықты бағалай білетін, азамат я азаматша, ұлты маңызды емес, міндетті түрде қазақ болуы шарт емес. Себебі мен өз басым қазақ тілінде керемет орындайтын қазақ емес орындаушыларды да көрдім. Сондықтан да бұл жерде ұлты жынысына қарамайды. Сондықтан мен сендерге еңбекқорлық тілеймін. Еңбектеніңдер, ізденіңдер, мықты тректер тапсырыңдар. Ал біз өз тарапымыздан, мен өз жеке басым батылдың барынша әділ өтуін қамтамасыз етемін.